Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қайырлы түн, құрметті аққызылдар, ақтөбеліктер. Бүгін Ақтөбе командасы өз алаңында Қазақстан премьер-лигасы аясында көкшетаулық Оқжетпес командасын қабылдап 2-1 есебімен жеңіске жетті. Бұл ақтөбеліктердің қатарынан екінші жеңісі, үшінші орынға көтерілді. Ернар Жалбыров шәкірттері әдеттегіше матчтан кейін біз подкаст жазып отырмыз. ТКБ подкастының бүгін 19 саны. Бүгін сіздермен бірге бұл подкастты талқылайтын, бұл өткен ойында талқылайтын оң жағымдағы Нұрбол Мәуликешев, Нұрбол Инсайт, және сол жағымда Талғат Wild West Аманжолов. Жігіттер, қош келдіңдер. Қош көрдік. Біріншіден жеңіс құтты болсын. Екіншіден бүгінгі ойында не ұнады, не ұнамады, сол туралы сөйлессек. Талғат, өзінен бастайды. Біріншіден барлықтарыңызға жеңіс құтты болсын. Как говорится, 3 очка не пахнут. Бірақ ойын басталған кезде 2-0 болып атқан кезде басыма ой келді. Қазір майын ағызып, жілігін шағып тұрып подкаст түсіреміз деп. Бірақ онымен раздевалку гол өткізіп алдық шамалы. Екінші таймда ұнамаған жері 10 адамға қарсы қайттан оборона кетіп қалдық. Көкшетаудағы ойынмен флешбэк ұстадым мен. Ойладым қазір. Соңғы минутта теңестіріп кететін шығар деп. 2-2 болып кетеді деп, мынандай енді қалай түсіндірсем болады? Сценарий. Сценарий просто білмеймін мен. Оқжетпеске қарсы 10 адам қызыл қағаз алған. Оборонаға түсіп кету жас тренер Ернар Жалбыровтың шамалы, енді осындай матчтарда опыт жинайтын шығар, бірақ шамалы сол жер маған не особо ұнамады, в общем. Мен ойлағаным, что қазір қызыл карточка алған кезде наоборот күшейтіп атаканы дальше добивать етеміз деп. Бірақ жеңдік, жеңіске жеттік, 3-ші орынға шықтық, как минимум ертеңге дейін. Сондықтан в целом осы. Өзің Нұреке. Жалпы жаңа Талғатпен келсем, расымен 2-0 деген ойлағанбыз, 4-0, 5-0 болады деп. Бірақ 2-0 негізі қауіпті есеп қой. Сондықтан бір расымен бұл жерде бапкердің бір қателіктер болды. Венгерлерді ауысырып тастады екінші таймда. Мен ойлаймын, венгер екі жақтан шабуыл жасап, қызыл қағазбен есепті ірі қыламыз деп. Бірақ түсініксіз, бапкер қандай шешім қандай болған екен. Оларға түсінікті, ойыншылардың физикалық тұрда қандай екен. Расымен 2-1 аяқтадық ойынды. Әрине соңғы минутта өте қорқынышты болды. Соңғы минутта жаңа талқы айтқандай, расымен жіберіп аламыз ба деген сияқты Көкшетаудағыдай. Бірақ ойыншылар барын салды. Ең басы 3 ұпай. 3 ұпай алдық. Енді келесі ойынға сақадай дайын болып деп ойдамыз. Менде соңғы жағында шамалы қорқыныш болды. Сосын бір Заруцкийдің сейві болды ғой, соңғы жағында. Барлығы Заруцкий деп айғайлап. Енді Саша өзінің деңгейінде. Енді голдарға тоқталсақ, бірінші голды Яни Атанасов салды. Бұл Атанасовтың дебюттік голы, Ақтөбе сапындағы дебюттік голы. Нәтижелі пастың авторы Темірлан Ерланов дейді. Бүгін голдық пас берген және өзі де гол соқты. Пибенің бұрыштамасынан кейін. Және байқасаңыздар, бүгінгі матчта да стандарттан 2 гол салдық. Осымен нешінші рет Ақтөбе бұрыштамадан, сосын айып соққысынан гол салып отыр. Сол нәрсе қуантады. Мен шын айтсам, кәдімгідей стандартпен жақсы жұмыс істейтін болған, үлкен бір қару ретінде пайдаланатын болған команда. Сол элемент мені қуантып отыр. Тима бүгін бірінші таймнан кейін жарақаттылық болды ойдым, Алматы тастады, бірінші тайм барысында жарақаттылық қалған сияқты. Оның орнына бізде Талғат Көсепов шықты. Жалпы сол стандарттар туралы қалай ойлайсыңдар негізі? Маған келген ақпарат бойынша Темірлан бүгін температурамен ойнаған сияқты матчта, сосын екінші таймда рисковать етпей, оны ауыстырған сияқты. Ауыстырған Көсепов, Талғат, мен тезкам
шамалы білмеймін уже Ақтөбеде жүргеніне 2 жыл болды. иә Шамалы Ақтөбенің темпіне үйренісетін уақыт болды. Бірінші таймда, жоқ қателесем, екінші таймда момент ол тепкен. Выше ворот кетті. аспанға тіпті. Дәл сол шанспен пользоваться надо было. Сосын екінші момент біздің воротың алдында Шамал чуть не напожарил, да? Допты алып кетіп қашып кетті. Сол кезде Шамалы әттеген ай дедің ба? жоқ, әттеген ай моментінде әттеген ай дедік қой, ана жерде дейтін сөз таба алмай қалды ма допты жоғалтып алған кезде. Ну, құдайға шүкір пронесло. Сосын мына Заруцкий енді, как всегда ғой, Заруцкий дейтін уровень Қазақстанда номер 1 қазір. Құрамада да номер 1 болу керек деп ойлаймын мен, потому что қанша тур бойы уже андай не стабильный ойын ғой. Стабильный ойын, за весь чемпионат тек бір Астанада қателік болған шығар. Бірақ ол адам болғасын, бәріміз қателесеміз. Бірақ в остальном Заруцкий деген жарап тұр. Сосын екі қорғаныс шептің екі қапталын күшейту керек деп ойлаймын. Әлі де ма? Келесі маусымға, потому что біз көріп тұрмыз, Бағдат Каиров бабына келер, бірақ сонда да уже 33 жасқа келді. Жалпы біздің защитаның бәрі жастар келіп қалған ғой. Тоже бір инсайтпен бөлісе кетейін. Ұлттық құраманың ойыншыларына қызығушылық танытып, мүмкін келесі сезонда ұлттық құраманың ойыншылары келіп қалар біздің клубқа. Омоложение состава, курс. Сол. Так, кім бар бізде жастардан дейсің? Аттарын пока айтпай қояйық, потому что... Вараговский емес енді. Вараговский емес. Вараговскийді жібере қоймайды, Саян көкеміз. Осы маусым басында келуі мүмкін еді, бірақ. Мүмкін болды, иә. Кім екенін айтпайсың бірақ. Пока ертерек. Просто неохота испортить, как с Поповым, с Дадаевым было. Жібермей қойды ғой. Сондықтан пока айтпай қояйық. Жұмбақ болып қалсын. Иә, за кадром. Кім деп ойлайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Обязательно. Жанкерлер. Кім табады, сосын бізден жиде сыйлыққа. Тіркеліп, форма ұтып алыңыздар. Екі аяқпен ойнайды. Екі аяқпен ойнайды. Сен де білесің ба? Жай. Жалпы манаға Талғат айтқандай, расымен Кусяповтың ойын әлі бағымды емес, көрініп тұр. Көп 2 жыл ойнады ғой, Талғат айтқандай, әлі де көп ұзақ минут ойнады деп айта алмаймыз. Енді амал жоқтан шықты ғой, Ирландта температурасы бар деп айтып жатыр. Одан кейін қысым, күн ауа райы өте ыстық, жоғарыда отқанның өзінде де стадион алдында өте ыстық. Сондықтан да әрине Темірлан Ерланов мана айтқандай, расымен жасы келгендер бізді қаптады ойыншылар. Келер маусымда расымен күшейту керек, Досмағамбет орнына ойыншылар алу керек, расымен ол енді жасы емес. Нанинің құрдасы ғой, жалпы бұл айтқанда. Он жақ қапталды... Досмағамбет айтам. Енді он жақ қаптал, сол қаптал біз әр подкаст айтамыз ғой, күшейту керек, ойыншылар алу керек деген сияқты. Себебі қателіктің қателіктер. Митровичті жіберіп қойды енді. Сол жақ қорғаушы. Иә, ол түсінікті жағдай деп ойлаймын. Тапалов көрінбей кетті, Тапалов травма. Жарақат. Енді сол қапталда қорғаушы. Сол баяғы. Митрович кетті, Тапалов жарақатта, Қайыров енді бабына еніп келе жатыр. Тұрақты ойнап жүрген бізде сол Досмағамбетовпен қапталда ма? Қапталда. Таңжарықов. Бүгінгі матчта да Әділхан бастап құрамда бастады. Енді бұл жерде тағы бір ойыншы айта кететін Альварес расымен бүгінгі ойынға жетіспей қалды. Ортада Жуковты соңғы минутта яғни раздевалкаға кіріп кетті, ойын бітті, раздевалка, соны түсінбей қалдық. Не себепті деген сияқты. Бәлкім бір жерге асығыс шығар деген. Альварестің ойына расымен бүгін жеткізген жоқ, допты ұстау деген сияқты. Келесі көреміз, Қызылжарда бәлкім күшейтіп қалар Альваресті.
Бүгінгі матчтың есебін ашқан Атанасов дебюттік клубымен құттықтаймыз. Иониді Солтүстік Македония құрамасының жартылай қорғаушысы өзінің деңгейінде. Жаңа комментарийлерге кіріп қарадым, барлығы бүгінгі ойынның үздік ойыншысы Атанасов деп жатыр. Онымен келісуге де болады. Әлбетте екінші голды салған Темірлан Ерланов, жоғарыда айтқанымыздай, Тима бір тайм өте жақсы ойнады. Өзі де гол салды, әріптесіне де пас берді. Және бұл Темірланның екінші матч қатарынан гол салып тұрған. Өскеменде де гол салды. Тима енді шынымен де басында, маусым басында келген кезде барлығы 22-ші жылды еске алып, Тима деген біздің командаға келмейді деп жаңағыдай неше түрлі хейт айтып еді, бірақ Темірлан өзінің ойынымен, өнерімен дәлелдеп келе жатыр. Сондықтан да Тима жарайсың деп айтқымыз келеді. Дәл осындай қарқынмен жалғастыра бер. Ауырма, температураға қарсы бір дәрілер апарып берейік осы подкасттан кейін. Температура дей ма дейді жаңа Қанатарның сөз орыңыз. Бірақ мына жаңа қорғаушыларымыз жастар келіп қалды дедім ғой, бірақ орталық қорғаушыларға ол ондай мықты критический возраст емес негізінде. Просто именно мына біздің флангтағы қорғаушылар, былай қарап отырсаң, бізде оказывается 30 жастан аспаған тек жалғыз Кусяв болып тұр ғой Талғат, бірақ деңгей өкінішке орай болып тұр. Сол именно мына қаптал қорғаушыларды ауыстыру керек деп ойлаймын мен. Өйткені енді жүгіреді ғой алдыға, подключаться етеді атакаларға. Сондықтан орталық мына скелет команды дейді ғой. Заруцкий екі қорғаушы, ортамыз біздің қазір екібастан сайлы болып тұр ғой. Атанасов, Жуков, Альварес, кім бар тағы, Зария жаңа. Бәрі жарап тұр. Флангтарымызда жаңағы шабуыл шептің кім келіп қосылып жатыр, жаңа ойыншы Оджо. Енді таныстырады. Бүгінгі матчта болды ма? Мен көрмедім. Мен болдым, көрдім. Көрдің бе? Қай жақта отырды? Випте отырды, ең жоғарыда. Әкімдердің басшылардан отыратын жер. Сол жерге отырғызыпты. Менің ойымша, осыны қазір басшылық, бізде Ақтөбенің мына ауру жыл сайын 70-80% состав жоқ қылып, новый состав алып келу ғой. Менің ойымша осы орталық қорғаныс, полузащита орта, нападение фланг бәрін қалдырып, осы костяк. Тек қорғанысты өзгерту. Тек екі фланговый қорғаныс и бір жақсы, менің ойымша, шабуылшы керек, киллер. Потому что неге десеңіздер, Артур енді, білмеймін, черный полоса дейік десек, әлі жалғасып созылып кетті слишком черный полоса деген. Бүгін көрдіңдер ғой, тепкен доу дейтін ана фонарь сындырыпты жазады, ана недегі прожекторды не делініп тұрған. Ойлап қоймын мен, Артур гол салушылық қақпаны қаншаға дейін ол үлкейту керек енді. Регби ойнау керек пе? Регбидің несіне қақпасынан да асып кеткен сияқты. Регбиден шанс қалдырмайтын сияқты. Енді Артурды қалай енді өзіміз хейт еттік та, жақтадық та, бәрін мақтадық та, басынан сипадық, арқасынан қақтық. Енді білмеймін басқаша қалай айту керегін. Сосын мені бір таңғалдырғаны, Абатты шығарған кезде де Артур қалай берді ғой, алаңда. Мен соған таңғалдым. Артурды ортада қалдырды да, Абатты флангқа жіберді, мысалға. Реалдағы Мбаппе мен Винисиус бір-біріне сыйса алмай жүреді ғой, сол сияқты да, бір түрлі. Енді Абатты орталық не ғой, шабуылшы ғой, ол деген қалай ол қапталда ойнайды, мысалға. Сондай бір түсініксіз болып қалды. Шамал енді Артурдың орнына Абат шыққанда мүмкін басқаша болар ма еді, бәлкім. Соны күттік қой негізі бәріміз негізі. Шушын ашып кетіп, Абат ойнасам, бәлкім жокер ретінде гол салып кетер деп ойладық, бірақ екі вингерді алып тастады, Абатты шығарды. Түсініксіз, сондықтан да бұл штабтың да бір қателік бар деп ойлаймын, себебі Шушын ашып 90 минут ұстап отыру жанкелден ашуына тиді деп ойлаймын, себебі қасымда отырған қаншам жанкелдер бар. Ашуланып отыр. Өзіңіз көргендей расымен. Топқа аяғы Шушын ашыптан білмеймін. Сөзім жоқ оған. Ашуланғаннан бұрын сен бапкер ретінде өзің қастандық жасамауың керек қой. Иә, сол. Саған нәтиже маңызды болса, сен ән жерде 3-1, 4-1 қылсаң, онда ойын басқаша ғой мүлдем. Көңіл күй де басқаша болады. Соңында егер 35 салып кетсе, онда
мына жерде деген бүкіл барлығының уикендін ортамыз ғой. Басқаша әңгіме болатын еді. Өкінішке қарай деп бастаймыз ғой онда подкастымызды. Сосын мына бапкерлік штаб, мына Ернар Жалбыров қой, қазір команданы руководить етіп жас маман, мақтап кеткім келіп отыр осы жерде. Өйткені неге ойынның барысында 4-3-3-пен бастадық, сосын бір уақытта 4-4-2-ге, сосын 3-5-2-ге көштік. 3 схема ауыстырды да матчтың кезінде. Біз Таркович мырзаның кезінде ондайды көрмейміз ғой. 5 қорғаушымен ойнап келді. Онымен пресс-конференция бар, зарлап, қайта сұрақ қойып, анау мынау 4-4-2-ге көшірдік. Бірақ ол Көкшетаудағы ойында тоже 5 защитникке кетіп қалды ғой. Сондықтан Тарковичке қарағанда шамалы жас болса да Ернар Жалбыров схема ауыстыралады, бір не изменение да ойынға нетіп, сол жерін мақтап кеткім келіп отыр. А то, что шамалы артқа кетіп қалғанымыз, енді давление, давление ғой болельщик, результат керек, сондықтан шамалы нетіп. Сосын мана сендер енді нені айтып жатсыңдар ғой, мысалға Кусяповты ше. Мысалы Кусяпов енді әлі де бабында емес қой, ол да, мысалы Қайыров сияқты жарақаттан шықты, оның үстіне жаңа ол басында крестиін жыртып алды ғой, тізе жарақаты болды ғой келген кезде. Содан кейін ол қайтадан дәл сол жарақатты қайтадан рецидивпен қайтадан сол крестимен ұзақ уақытқа кетіп қалды да, енді крестиден кейін енді бабында еніп келе жатыр. Жалпы бүгін мен қарадым, мысалы бір 3-4 моментте ол кәдімгідей бір блокировка қойып негізі пайдасын тигізді. Енді мақтап отқан ештеңем жоқ, бірақ бір ұнайтындай сәттері болды да, мысалы Кусяповтың да. Оның бірінші пасы түбегейлі бір қаралап, Кусяповтың кінәсі деп айтуға болмайды деп ойлаймын мен жалпы. Сосын мына соңғы жағында жаңа сен айтып отырсың ғой, 5 қорғаушыға көшті деп ше, соңғы жағында. Менің түсінбегенім, мысалға не істеді ғой, Жалбыров деген мына Миянгты дайындап тұрды ғой. Иә. Алаң жиегінде тұрды, жаңа Сенна Миянг деген бельгиялық қорғаушы дайындалып тұрды. Сол сәтте 78-ші минут па, примерно сондай да, не істеді, удаление болды. Ол Шпестің командасының қызыл қағаз алды да кетіп қалды. Енді сен соны көріп тұрсың ғой, удаление көріп тұрсың да, а сен уже решил, шешім қабылдап қойдың, Миянгты шығарам деп. Сен уже қорғанысқа ойнай деп тұрсың да, бірақ енді сен көріп тұрсың, что қарсыластың кем құрамында қалғанын көріп тұрсың да. Сол сәтте шамалы шешімді өзгерту керек пе еді деп ойлаймын. Енді бұл менің шешімім, бірақ ол өзгерткен жоқ. Дәл сол перестроениені қалай жоспарлады, дәл солай істеді. Жаңағы 10 ойыншыға қарсы ол 3 орталық қорғаушы. Біріншісі жаңағы Ордец, екіншісі Кусяпов, үшіншісі Миянг. Сол жер шамал қажылтады. Оның үстіне жаңа Қайыров бар. Ол да Қайыровта енді орталық қорғанысқа икемді не ғой. Қайыров бар, сосын Досмағамбетов 5 қорғаушы. Кәдімгі номинально бізде деген тұрды да. Сол сәтте Әлеуетов не істейді? Қатарынан 2 шабуылшыны шығарады. Вингер шығарады ол. Бір жаңа Абдумамонов, екіншісі Садовский. Сотпен шығарады. Біреу айтып, шабуылға негізделген ойыншылар шығарды да. Сосын Оқжетпесті де бұл жерде тілге тиек ету керек деп ойлаймын мен. Себебі бостан-бос 3-ші орында тұрған команда емес қой. Жоғары деңгейдегі команда, Ринат Әлеуетов деген жаңа біз фаворитпіз деп айтып жүрген бекерден бекер емес қой. 3-ші орында тұрған команда. Сосын әр ойыншысын алсақ та барлығы кәдімгі жоғары деңгейдегі ойыншылар. Шахпоз Умаров гол салған, Владислав Васильев, Всеволод Садовский, сосын жаңағы Нұрғайни Бөрібаев. Қайсысын алсақ та, Оралхан Өміртаев болсын, қайсысын алсақ та барлығы кәдімгі Ақтөбеге келсе де тіпті картинканы бұзбайды деп ойлаймын андай ойыншылар. Меніңше мастерлер. Жақсы ойыншылар да, жақсы деңгейдегі. Сондықтан да бұл жерде енді Жалбыров шынымен де нәтижеге ойнады соңында. Қорықты қазір 2-2 болып кетсе, онда мүлдем менің өзім карьерама ол әсер етіп кетуі мүмкін деп расымен да мысалы. Сондықтан да бір жағынан нәтиже бар, жанкүйерлердің қысымы бар. Сондықтан да ол шешімнен ол бас тартқан жоқ. Сол бас тартпаған кесірінен мен жаңа 85-ші минуттарда тіпті деген Оқжетпес кәдімгі допқа иелік етіп қысып тастады да 10 адаммен тұрып. Бізде себебі артқа уже инструкция бізде не болды да, осы есепті сақтап қалу деген сияқты. Мына қызыл карточка алып қалды ғой. Сол кезде мен бір ана ролик бар ғой, мен білесің ба, Жозе Мауриньо бүйтіп
заменаны дайындап жатады да, бүйтіп сөйлесіп тұрады да, ана жерге гол салып жібереді да дейтін жері, Иә. қайта бер бар, шықпайсың деген сияқты. Сол момент есіме түсіп кетті. Білмеймін, может, шамалы Миянгтың Миянге ма? Дұрыс, Миянг негізі Миянг. Миянг, Біз да? өзінен келгенде сұрадық қой. Сенне Миянг. Просто Жалбыров несін сындырғысы келмеген шығар, раз уже дайындап шығасын шығарды, бірақ негізінде ана жерде дейтін артқа воротын ашып, автобусты кіргізіп, воротын алдына қойдық қой примерно. Сол жер шамалы, шыны керек, ашуландым шамалы. Өйткені Алиетовта матчтың алдында, жаңағы бірінші матчтың алдында они не фавориты деді, осы матчтың алдында жаңағы мы едем за 3 очками деді. Сондықтан сол момент болған кезде, бізді 10 адам қысып тастаған кезде, мүмкін прав шығар Алиетов деп, что они, өйткені енді бұрынғы Ақтөбені көргесін басыңа сыймайды да, 10 адам оқ жетпеске қарсы неге тақалып алу деген сияқты. Бірақ енді сезонның басы андай болғасын, көп очко растерять еткесін, қазір амал жоқ бізде. Кез келген ұпай қазір бізде алтынмен бірдей болып тұр. Иә, не до красивой игры. Бізге қазір Астана не спит, Елімай не спит, тот же оқ жетпес, спать не собирается, былай қарап отырсақ. Сондай. Енді биылғы маусымдағы біздің жеңіліссіз сериямыз жалғасты. Құдайға шүкір, биылғы маусымда Қазақстан премьер-лигасы аясында біз әлі де болса өз алаңымызда жеңілген жоқпыз. Және сырт алаңда өткен турда ғана жеңіске жеттік қой. Енді сырт алаңда жеңе алмай жүрдік қой, Алтайды жеңіп әйтеуір проклятиені шештік, қарғысты. Сондықтан да білмеймін енді. Құттықтаймыз әрине. Және де матч барысында болған қандай нәрселер өздерінің көңілдерінен шықты? Көңілім шыққан ең баса Оқжетпестің жанкүйерлері келді Ақтөбеге. Расымен бір атмосфераны көрген. Үлкен үйлердің фермачтарын қойып дейсің ғой. Шамалы бір еуропалық стадионда тұрамыз ау деген ләззат алды деп ойлаймын. Себебі Ақтөбенің бүгінгі жанкүйерлер біріншіден солдауыт болды. Ол үйреншікті жағдай ғой, расымен таңғалатын жағдай емес. Ең басы газон жақсы, өзіме ұнағаны, расымен күтінген клуб басшылығына бір алғыс айтқым келеді. Расымен чемпиондар лигасы бар қыздардың, оны енді отдельно подкаст түсіргенде айтармыз, бірақ сонымен де газон өте жақсы, тоқтатып алу ойыншыларға жақсы әсер қалдырды. Сондықтан да бүгін расымен ыссы болды, ыссы ойын болды, Оқжетпес гол салды, расымен өзіме ұнады ойын. Енді түсінікті жағдай, Ақтөбе ең басы усиление жасады. Ата-анасының ойыны деңгейі жоғары, өте жоғары. Саровский сейфтер жасады, әдемі сейфтер. Васильевтің бір сейфін жасады, өте мықты сейф жасады. Солай бірінші таймда. Соны алып шыққан, өте жақсы әсер қалдырды, расымен. Өзіме ұнады ең бастысы. Ақтөбе отты үштікке кірдік ең бастысы. Үштікке кірдік. Бүгіндікке болса да әйтеуір. Сосын маған бүгін шынымды айтсам, Сосаның ойыны ұнамады маған. Соса как будто выпала из игры, орысша айтқанда ше. Мүлдем көрінбеді. Доптан айырылып қала берді, сосын мүлдем кәдімгі бір болады ғой, бір көзге көрініп тұрады да, артық адам. Алаңда артық адам да бір түрлі. Мешать етіп тұрған. Я допқа жете алмайды, я білмеймін, енді әлі бабында емес қой, толық өзі де сұхбатта айтты ғой, мен әлі толық бабыма енген жоқпын деп. Өткен турда бірақ гол салды Алтайға қарсы. Бірақ білмеймін, бүгінгі ойында Сосаның ойыны ұнамады маған, шынымды айтсам. Енді сол көріп отырмыз ғой, біздің именно мына сол қапталда ойнайтын вингерлеріміз, Тапалов болсын, Соса болсын, шамалы әлсіреп тұрған не сияқты. Бірақ Соса енді жинайтын шығар несін, бабын. Бірақ қазір новичок келатыр, жасыратын ештеңе жоқ, бәрі біледі. Оджо деген сол келіп күшейтетін шығар деп ойлаймын мен. Бұйырса. Ол вингер ғой, қапталдан жартылай қорғаушы. Негізі левша өзі. Бірақ сол қапталға алып келген дейді. Мен ойлаймын, ол енді мастер деп айтуға болады ғой, былай несін қарасақ. Бэкграундты хайлайттарына қарағанда біртүрлі кәдімгі пибемен не болатын сияқты. Талас жүргізетін сияқты. Қапталында, оң жағында. Сол жаққа ойысып барып былай тебеді. Тебеді, сондай бар. Бірақ біздің чемпионатта сол қапталдан да ойысып сала алатын сияқты, бірақ енді мен өз басым қазіргі осы жазғы трансферлік терезені
көбісі біздің жанкүйерлер білмеймін қанағаттанбай жатқан сияқты ма, бірақ мен өз басым мен де қанағаттанған жоқпын 100%. Бірақ алдыңғы жылғы жазғы немен салыстыратын болсақ, кім келді бізге? 5 трансфер болады, Оджо келсе. Біріншісі Георгий Заря, екіншісі Яни Атанасов, үшіншісі Абат Айымбетов, төртіншісі Сенна Мьянг, және бесіншісі Шей Енді Оджо. бұлай қарасақ, Заря КПЛ 2024-тің үздік ойыншысы. Атанасов Македонияның трек несі, жартылай қорғаушысы ұлттық құраманың. Сенна Мьянг серия Ада несі бар жаңағы. Бірақ әлі білмейміз біз. Тәжірибесі бар. Иә, не бар жаңағы, сомнение бар по поводу его травматичности. Бірақ ертең көреміз. Тағым келді, жаңа Оджо келеді бұйыртса. Айымбетов ұлттық құраманың И ойыншысы. Айымбетов енді можно ол алтын бала өзіміздің. Менің ойымша мына Төрттікке бағалауға болады. Сияқты меніңше 5-тен. қазіргі осы КПЛ клубтардың арасында ең мықты күшейген біз сияқтымыз. Өйткені неге десек, үлкен клубтар біздің конкуренттер деп айтпай ақ қояйын енді. Ну, точно бір үштікке мықты күшейгендердің біз кіреміз. Өйткені были бы вопросы, если алдыңғы жылдағыдай да, Швырев, Үсеновтер келіп жатса, вот сол кезде сұрақ қоятын едік, мы за что боремся в этом сезоне деген сияқты. Бірақ сезонның басындағы бүкіл былықпен қазір бәрі реттеліп келе жатқан сияқты. Мына қазір Тарковичпен айтпақшы бүгін Эльдар Аманбаев инсайт берді. Мен оқыдым неден кеше, иә. Телеграмға шығарды, сосын удалять етті, түсінбедім мен. Сосын тредсте қалған, мен оқыдым. Тарковичке 6 айлығын беріп, жаңағы бергісі келмей тұр деген Ақтөбе, иә. Бірақ мұндағы басшылықтан білген информация бойынша 6 айлығын беруге и қоштасуға дайын, даже будут рады. Сондықтан шамалы келмейді несі. Сондықтан ақпарат. Да, енді салып, удалять еткеннен қарағанда, видимо, где-то ошибся он. Сол қазір сол кісімен қоштасып, ресми түрде әлі кеткен жоқ енді Таркович. Ресми әлі жоқ, контракт үзілген жоқ. Сосын екінші мәселем болып тұрған, мына қазір енді тоже ешкімге немес, секрет емес, ТКБ тоже инсайт берді Черевченко туралы. Черевченко қалада жүр. Бүгін неде Invictus Go-да жаңағы жим тренажерда кім жүр? Соловей, по физподготовке тренер. Видимо, уже жайлап кірсе бастап жатыр, иә. Бірақ негізі Тарковичтің штабындағы Руснактың жұмысы маған мықты ұнаған. Түзеп берді ғой бәрін. Травма, 60 минут өліп қалатын болды, соның бәрін етіп игроктар түзеп берді. Бірақ енді көреміз мына нені. Сосын екінші жағдай, бүгін жаңа плакат шықты ғой Желкович туралы. Ақтөбенің сапында тек жан беріп ойнайтындарға орын бар деп, иә. Сол мен ойлаймын, жақсы сигнал болатын болар Желковичке және оның агентіне. Ол жағдайда да жаңағы 6 несін беріп, 6 айлығын беріп, иә, шапанын кигізіп, енді үмітті ақтамай тұр ғой. Ақталмады, иә, ақтай алмады. Қанша тур ойнады? Бір 5 ойын ойнатып, оны шектетіп тастаған жоқ командада. 2 айналымға уақыт берді. Бір айналым неседі ғой. 1,5 айналым дейікші, 1,5 шамалы жетпейтін. 1 гол Алтайға қарсы кубокта. И 1 нәтижелі пас, да? Сосын кімге де салды ол гол? Арысқа. Хорошо. Кубковый боец. Да, кубковый боец. Иә, былай қарап отырсаң, Арысқа голы и Алтайға. Үлкен матчтарда вообще. Сосын бір матчтарда көлеңкеде жүрген нелері нетіп қалды. Таболға салды да, бірінші тур содан кейін жоқ болды ғой. Табылмай қалдық қой Желкович. Ол алыстан салды ғой бірінші тур. Мерей, сен жаңа маған прикол ұстайсың ғой, Талғат, эке обращение деп. Осы жерде Желковичке обращение істегім келеді мен. Айдын, сен Шибальский Эррейна дейші. Шибальский Эррейна, Айдын, сен лучше бара салшы. Өзіңді қинама, жанкүйерлерді қинама, клубты қинама. Өйткені сен деген ертең трансфер маркетте тұрады сенде. Не заявлен деген басқа клубтар қарайды да, ойлайды, но
не болды? серьезный игрок. Иә, бүлдірме карьераңды. Алда берген ақшаңды по-хорошему нетіп, өзің көріп тұрсың ғой бұл қаланың қандай екенін, жанкүйерлерінің, в общем, сол Таркович тебя тоже касается деймін ба? Иә. Бірақ енді қазір бізде факт Тарковичтің кетпегені, сосын Желковичтің де кетпегені, Иә. Екеуі де әлі ресми контракттарын үзіскен жоқ, келісім шарттары әлі бар. Сондықтан да Ақтөбе футбол клубы әлі де болса ешқандай ресми ақпарат тарата алмай отыр. Иә. Соған байланысты. Себебі Қиын жағдай. әлі күнге дейін заңнамалық тұрғыдан олармен келісе алмай жатыр, компенсация өтемақы туралы, және келіскен уақытта міндетті түрде бірден шығатын болады ол ақпарат. Сосын көп жанкүйерлердің пікірімен кездесем, неге қоштаса алмай жатыр, қолдарынан келмей жатыр деп односторонний контракт істелген ғой. Тек жаңағы Желковичтің, Тарковичтің нелерін, праваларын қорғайтын. Клубтың ешқандай несін құқығы жоқ ана контрактта. Бүкіл тек козырлардың бәрі солардың қолында. Сондықтан өйткені неге десеңіздер, Корзунды шамал уақытта попрощались, кіммен? Митровичпен попрощались. А мына жерде шамалы қиындықтар бар. Бірақ енді келетін шығар деп ойлаймын бір. Шешіледі ғой. Шешіледі деп ойлаймын меніңше. Ондай қатты емес. Бізде сөз мұны қазір қателеспесем, егер Олжоны заявлять ету керек болса, онда тағы бір ойыншы кету керек болады ғой негізі. Бір легионер, иә. Тағы бір легионер кету керек болады. Сол как раз Желкович кетсе. Жоқ, мысалға бізде қазір кеткен легионерлердің ішінде тек қана Корзун ғой кеткен, сосын Митрович екеуі, екі орын бос. Корзунның орнына Атанасов келді. Сосын Зария келді. Гауденсио. Зария келді. Гауденсио болған жоқ. Болған жоқ. Так, получается, кім бізде? Сосын Мьянг бар. Мьянг келді. Бізде 3 легионер келіп тұр, Иә. және 2 легионер кетіп тұр. Кетіп тұр, иә. Мысалы. Сонда бізде қазір бір легионер артық қой сонда, негізі. Ну, видимо, Желковичті неден алып тастады ма? Заявкадан дейсің ғой. Иә, заявкадан алып тастады. Тапаловты кету мүмкін деген ақпараттар шықты ғой, иә? Ондай да бар, иә. Бірақ қазір жарақатта, УЕФАның заңы бойынша жарақаттағы ойыншымен контракт үзуге болмайды, иә. Бан келуі мүмкін. Сол тағы, 5 ойыншы келді, және кеткен ойыншылар бізде сол Корзун, Никита, Торпедо Белазға ауысты, иә, өзінің отанына оралды. Данила Митрович жақсы ойыншы, бірақ жарақатына байланысты кетуге мәжбүр болды, және Айдын Желковичтің шаруасы енді шешіледі. Басқа ешқандай ойыншы кеткен жоқ болды бізде, не? Ойыншы кеткен жоқ, иә? Қазір есіме түспей тұр. Ешкім ойыншы кеткен жоқ. Сосын мына тағы да айтқым келетіні, өз ойым, Әділхан Танжарықов, Талғат Көсяпов, Еркебұлан Сейдахмет, менің ойымша клуб сезонның соңында бұл ойыншылармен қоштасу керек. Өйткені басшылықтың мақсаты чемпионствоға күресу болса, бұл ойыншылармен біз өкінішке орай не получится, менің ойымша. Иә, мен қарсы ештеңем жоқ бұл футболистерге. Жақсы жігіттер шығар мүмкін. Өзім былай лично таныс емеспін, бірақ менің ойымша именно сол позицияда қазір басқа клубтарда, бізден слабее клубтарда ортаңғыл жақсы қазақстанский паспортпен жыртып тұрған ойыншылар бар секілді. Өздерің қалай ойлайсыңдар, Нұрбол? Жоқ, таке, сіздің айтқаныңыз қосылған негізі. Жалпы Тусманбетов, Көсяпов, жаңағы Танжариков, басқа қазақстандық поколение ауыстыру керекпіз. Свежий, күшейту керек. Күшейту керек қазақстандық ойыншылар бар ғой, расымен. Ертең қыста босайды ғой бәрі. Сол уақытта ойыншылар қазақстандық ойыншы алу керек Ақтөбе. Расымен жоғары мақсаттарға таласқысы келсе чемпиондық дейміз, жақсы. Сондықтан да меніңше косяк ең басты сақталу керек. Жаңа осы косяк сақталып қалса, мен өте қуанамын. Стабильность. Бере бер, қанша сұрайды берші. Мысалы, қанша сұрайды бере бер. Мысалы, қарапайым, әлі өкінемін, ВТ жолы сол қанша сұрайды алып қол керек еді деп ше, примерно.
қазір қанша сұрау салып қалу керек еді ВТ жол қазір ол стяода жүр ғой, иә? сепсиге ауысып кетті Сепсиге ауысып. стяодан сепсиге ауысып иә кетті. мысалы деймін да қазір досмағамбетте біз қиналып жүрміз қасқыр неше 6 айға екі голдан өткізіп алдық бүгін 1 гол өткізіп алдық мысалы ортада ол бұл кім Басында деген естеріңде ма, маусым басында Оспанов, Арман Оспанов Ақтөбенің экс-басшысы айтып жүрді ғой сұхбаттарда ше. Ертең көресіңдер, мен Ақтөбеге Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншыларын алып келемін деп. Сөйтсе Тимур Досмағамбетов келіп тұр. Он, наверное, этот бывший, он Иә. кеткен шығар айтуға. Сосын Темірлан Ерланов та айтты. Иә? Иә. Бірақ Әлібек Қасым кетіп қалды. Бірақ енді Қасым өзі жақында подкасттардың бірінде айтқан ғой, мен өзім шешімім, өз еркіммен кеттім деп. Бұған дейін көп жанкүйерлер кінәлап келді ғой клубты. Иә. Яғни Қасым негізі кеткісі келген жоқ, оны мәжбүрледіңдер деген сияқты мысалы. Сондықтан бұл жерде клубтың ешқандай кінәсі жоқ. Қасым өзі солай шешті және клубпен қош айтысты. Менің ойымша дәл қазір біздің КПЛ-де Қасымнан мықтырақ 2 ойыншы бар, қазақстанский паспортпен сол позицияда, орталық қорғаушы. Оның бірі Ерланов. Жоқ, күшейтуге болатын. Иә. Ерланов уже понятно ғой, Ерланов қазір мен Қасымнан слабее ойын көрсетіп жатыр деп айтпаймын. Қасымда салатын еді, бірақ пенальти ғой, пенальти, штрафной. Рахмет, көп Қайратпен, Астанамен көп матчтарды алып шықты ғой. Ерланов ойыннан салады. Стандарттан сондай неден. Сосын мына сен Еркебұлан Сейдахмет туралы айтып жатсың ғой, жаңа екінші таймда қақпа маңдайшасына тигізді ғой, перекладина. Сол сәт мықты болды негізі. Егер сол гол болған кезде, сол ойын примерно бітетін еді. 3-1. әдемі пас негізі Абаттың әдемі пас шығарып берді ғой негізі Абат әлі сол қалай бір 50%-ға дайын болса да әлі күнге дейін өзінің деңгейін ұстап тұр, иә, кәдімгідей шығады да, өткір пас береді. Ана өткен матчта да бірінші рет шықты да, Кикбаевқа пас берді ғой. Дони Ромероға ұқсап кетті, мама шығады да жылданып жүгіреді сол сияқты. Негізі Абат шықты да, меніңше біз шамалы ақсаңдап қалды ма, иә? Қателеспесем. Маған солай көрінді. Жайлап істеп байқамадым. шамалы істеп қалған сияқты, себебі артқа жүргенде шаршап, жайлап бәлкім ысының несі шығар, ауа райы шығар. Тағы да жігіттер бір нәрсеге мән бергім келіп отыр. Көкшетауда өткен матчтың алдында Ренат Әлуетов, Оқжетпестің бас бапкері айтқан еді ғой. Біз Ақтөбеден жоғары тұрмыз, сондықтан да Ақтөбе бізге фаворит емес деп. Енді бүгінгі матчтан кейін екеуі орын алмасты ғой. Оқжетпес 4-ші орынға түсті. Ақтөбе жоғары көтерілді. Енді фаворит деп санай ма Ақтөбені сонда? Бүгін Оқжетпестің официальный инстаграмында бір комментарий оқып қалдым. Вернули середину таблицы, помечтали, хватит деген. Сондықтан, білмеймін, Әлуетов ол өзіне өзі қысым. Ақтөбе ол клуб емес, тіліңе ие болу керексің ғой, потому что біздің жанкүйерлердің қысымы деген на всех хватит в КПЛ. Кәдімгі мықты нет жібереді. Өз-өзіңе проблема нетіп аласың. Ана атың шықпаса жер өрте дейді ғой. Иә. Сол сияқты ғой. Иә. Мен Әлуетовтың пресс-конференцияға келді ғой. Енді Қайрат Нұртөлев сияқты қашып кеткен жоқ. Келді Ренат Әлуетов, Ренат Мұратұлы. Енді Қазақстандағы жақсы бапкерлердің бірі деп санаймын. Әлуетов 100% мықты бапкер, мойындау керек. Жақсы маман. Пресс-конференцияға келді, сосын сенің айтқан сөзіңді тура қайталады ғой. Айтады, мен сам себе создаю вот такую ситуацию дейді, напряженную дейді. Өзіме осындай шиеленісті жағдай жасаймын, өз-өзіме қысым жасаймын. Сосын ойыншылар оны көреді дейді. Иә. Менің ойыншыларым көреді да, міне, мынандай біз майданға баратырық, шынымен шайқасқа баратырық. Біз шынымен фаворитпіз. Қане көрсетейік алаңда деп. Сонда мен соларды солай қамшылаймын дейді. Және пресс-конференциядан болдық, содан кейін былай сөйлестік, жеке өз жақындап, сендердің подкасттарыңды көремін, бәрі жақсы деген сияқты. Қарап тұрам, өте жақсы, сендер де жақсы қыздырасыңдар дейді да. Мен де қыздырам дейді да. Мен трэш-ток туралы айтып отыр ғой. Енді айтады, бізде Қазақстанда сондай нәрсе жетіспейді дейді да. Шам барлығы бүйтіп келеді да. Ойым ауыр болды, анау қиын өтті деген сияқты. Ол кімге қызық деген сияқты әңгіме айтып отыр ғой. Иә. Шамал қыздыру керек дейді да. Чемпионаттың көркін қыздырайық, трэш-ток жасайық, бір-бірімізді сөйтіп несе отырайық дейді да. Шамал пастёга етіп отырайық дейді да. Сондықтан да қолына алып айттым.
сізге сәттілік. Мықты команда. Енді турнирлік кестеде 16 команда болса, әлі де болса төртінші орында келе жатқан команда ғой мысалға. Сондықтан да әлі күнге дейін өз тісін батыратын команда деп санаймын. Әлі чемпионаттың соңына дейін әлі қанды ішеді әлі. Қанды ішетін команда. Мына не деймін да, қалай да, не стратегический, психологический жақтан қандай грамотный ход да, андай айтады да, и бүкіл нені өзіне алып тұр ғой. Иә. Вниманиені, иә. Даже ұтылып қалса да, қазір жаңағы футболистерге емес, бәрі Әлуетовке нетіп жатыр. Кезінде Жозе Мауриньо сияқты. Реал ұтылып қалса, өзі бірдеңе айтып жібереді да, сосын бәрі стрелы на себя принимает деген сияқты. Жалпы Оқжетпес туралы ең бірінші СММ-ге рахмет айтамын. Жангүл деген өзінің Ақтөбенің қызы. Кім деген? Оқжетпес Жангүл деген Ақтөбенің қызы. Ақтөбенің қызы ма? Иә, Ақтөбенің қызы, Байғайның қызы, қателеспесем. Ең басты жасалып жатқан Оқжетпестегі жұмыс, соның арқасы. Расымен қазір СММ бір Оқжетпес осы 1-2 жыл бұрын осы Оқжетпес деген 3-4 сурет салатын еді. Ойым басталды, аяқталды десе, қазір расымен бір қалыпқа келтірген. Рахмет. Енді Оқжетпестің ең ұнайтыны бір жанұя, мана ойын бастан алдында ойшылар ортаға емес, штабтың алдына барды құшақтасып алға деген сияқты бір сөздер айтқан болатын. Сондықтан байқалады расымен бүкіл төртінші орында келе жатқан жоқ, бір жақсы своеобразная команда ғой Оқжетпесте. Бір жақсы Аргентинаның стилінде форма келеді. Ербол Қайыров біздің әріптесіміз, клубтың басшысы. Расымен қазір оларда проблема жоқ, жалақы мәселесі. Жыл сайын болады ғой осындай команда. Ал 8-9 жалақы бар. Жекенің қолына өтті ғой. Иә, жекенің қолына бір жақсы жері соны қуантады. Сосын айтпақшы, ана кім көрінбейді да, каждый гол сайын миллион беремін деген сезон басында болды ғой сонда әңгіме. Инвесторы ма? Иә. Роберт Сауэр ма? Сауэр. Иә. Гол өткізбесең вратарға миллион деген сияқты сол әңгіме этот. Қазір Ербол айтып жүр ғой оны. Оны Ербол айтып жүр ма қазір? Двойные деп. Тройные деп. Расымен Оқжетпес қызық команда сондықтан да. 40 минут па? Келесі матчқа, да? Қызылжар. Келесі матч туралы айтамыз ғой, әлі мына матчты толығымен талқылап шығайық. Енді жаңа Әлуетовтың сөзіне тоқталдық қой. Енді Әлуетов красавчик, оны мойындау керек. Жаңа матчтан кейін де айтып жатыр. Өзінің ойынын, чемпионатты осылай қыздырайық деген сияқты, керісінше бір-бірімізді қолдайық мен сөздері ұнады. Оқжетпеске де және Ринат Мұратұлына да сәттілік тілейміз. Осылай тек мықты көрсеткіш көрсетіп жүре берсін. Оқжетпестің жаңа медиасына байланысты да көп баспасөз қызметінен нелер келді, қызметкерлер келді. Мен таң қалдым, 4 адам келген және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін алып келген бірге. Сондықтан да біздің клубқа да алтын сырға құлағына біздің жігіттерді де алып кетіп жүр ғой, Талғат, Жәрдем, ТКБ тілшілерін де алып кетіп жүр және мен ойлаймын, әр матчқа осылай журналистерді алып кететін болса, егер команда, онда ақпараттық жағынан да Ақтөбе дами түседі деп ойлаймын. Өз басым, себебі бізде Ақтөбеде жаңа Нұрбол айтқандай футбол медиасына қызығатын, соны ұнататын, сондай жұмысты жөн көретін адамдар көп қой. Өте көп. Яғни кез келген клубты алсақ, міндетті түрде әйтеуір бір ақтөбелік жұмыс істейді. Кез келген клубта мысалы. Ол жаңағы Жангүл деген қыз ТКБ-да істеген екен. Бәрекелді. ТКБ деген не болып кетті ондай? Школа. Академия. Сосын айтқым келетіні, Ақтөбе туралы, Ақтөбенің журналистері, Ақтөбенің инсайдерлері, жаңалық инсайтты солар айту керек деп ойлаймын мен. Бұрын бізде қалай? Местный ешкім ештеңе білмейді, бәрі көздері бақырайып отыр. Эльдар не айтады деп. Эльдар не айтады, Ербол не айтады, анау не айтады. Қожахмет не деп айтады. Соған. Да, а местные ходили с бордюров, подбирали эти инсайды. Қазір жайлап өзгерген сияқты ситуация. Про Ақтөбе рассказывают ақтөбинский пабликтер. Өзіміз подкаст түсіреміз, иә. Сондай деңгейге жеттік. Ол тамаша, әрине, Ақтөбе ол не только футбол, медиа жағынан, журналистика жағынан, маркетинг жағынан мықты болу керек қой Ақтөбе. Бірінші орында болу керек. Кез келген жағында бұйырса, сәулеміз болса, одан да мықты жаңа деңгейге жетеміз деп ойлаймыз. Себебі Ақтөбеде жанкүйерлер бар, ол бір жанкүйерлер бар, сол жанкүйерлердің арасында осындай деңгейге жету. Расымен біз жанкүйерлер болмаса, біз қарапайым Орал сияқты бір
қарапайым команда жүре беретін командамыз. жабылып қалуы Иә, жабылып қалуы мүмкін ғой Ақтөбе негізі. Расымен армиясы бар, болельщигі бар, сондықтан да кино түсіріліп жатыр, бір жағына қарап отырсақ. Бүгінгі матчта да кино түсіріліп жатыр ғой кәдімгі. Дубль ойнап жатыр жаңағы Ақтөбе мен Қайрат жастары ойнап жатыр. Сол сәтте де бір түсірілімнің элементтері болып жатыр. Керемет, тамаша ғой. Фаер жағып, дюшкада ше. Мықты кәдімгі полнометражный бюджет жақсы кино түсіп жатыр дейді. Ақтөбе шынымен де тыныс тіршілігі барлығы футболмен байланысты ғой. Бүгін сенбінің кеші қазір барлығының көңіл күйі жақсы, себебі Ақтөбе жеңіске жетті. Кезінде Ақтөбенің экс-әкімі Оңдасын Оразалин айтатын еді ғой. Ақтөбе үшін футбол деген ол спорт емес дейді, ол саясат дейді, политика дейді. Себебі бүгін Ақтөбе жеңіске жетсе, онда қала тыныш ұйықтайды. Қаланың көңіл күйі жақсы болады дейді. Ешкім митингі өткізгісі келмейді дейді да, мысалы. Үлкен политика ғой, мысалға, түсініп қарасаң. Бұл жай ғана спорт емес. Сондықтан да енді Ернар Жалбыровты да құттықтаймыз. Ақтөбе әлі де өз алаңында жеңілген жоқ. Оған да тәубе дейміз. Және Жалбыров екінші матч қатарынан өз мүмкіндігін өте жақсы пайдаланып жеңіске жетіп отыр. Бірақ біздің ақпарат бойынша 1-2 матчтан кейін бәрібір жаңа бапкер өз орнына отыруы тиіс. Игорь Черевченко деп оның атында біліп отырмыз. Бірақ енді Құдай білсін, сценарий кез келген уақытта өзгеріп кетуі мүмкін. Сосын толықтырып жіберсем бола ма? Черевченко туралы тоже көп критика кетіп жатыр. Хейт, иә, потому что біздің жанкүйерлерді түсінуге болады. Бізде опыт бар ғой, Парфеновпен, Газаевпен, мынаумен, и бәрі сол құрып қалды ма деген сияқты. Мен былай зерттеп қарадым жұмысын, Черевченконың жұмыс істеген жерінде қойылған талаптарды орындаған екен. Локомотивпен кубок алған. Арсенал Туланы 6-шы орынға шығарған. Тарихындағы ең биік сатыға. Химкиге, Балтикаға, РПЛ-да команданы сақтап қалу мақсатымен келген, командаларды сақтап қалған. Тәжікстанда жұмыс істеген 3 жыл чемпионство алған. Ну, это как кезінде Астана сияқты ғой. Мықты соперник жоқ. Истеклол, иә, мықты соперник. Азия лиги чемпиондар лигасында ойнаған ғой. Иә, Катарский Альгарафын ұтқан, жаңағы составында кім? Хамес Родригес бар. Аль-Наср мен Криштианоның 1-1 теңесе ойнаған. Таврды ұтқан, Персеполис. Иранский команда. Жақсы, кәдімгі достойны ойнаған, сондықтан мен қазір жақтап отқан жоқпын, шанс берейік. Таке қоса кетейінші, ең бастысы тренер. Қатал тренер. Ең бастысы сол бізге. Бізді халям-балямды бапкер кергіміз қазір. Бізге жестко состав. Мына составды былай ұстаса, Ақтөбе біраз шайқайды деп ойлаймын, Черевченко. Расымен бэкграунд қарадық, 4-3 схема ойнайды екен. Расымен маған да ұнады. Зерттедім, ең бастысы шабуылға, нәтижеге ойнайды, ең бастысы. Сондықтан да қатал бапкер, маған ұнағаны сол қатал бапкері. Себебі бізде қазір Таркевич жұмсақ бапкер болды деп ойшылар мойындайды. Ешқандай бір сыртқа да көрінеді. Стадионда да мен көрген жоқпын, айқайлап тұрған Таркевичтің кәдімгі қылғанып тұрған. Сол конференцияға барып қылған. Сосын мына қазір контрактты жүзу мәселесіне келген кезде де Таркович ешқандай қылғынып жатқан жоқ дейді ғой негізі. Енді өзі сөйлесіп жатқан жоқ дейді, ана европейстер сияқты общайтесь с моим юристом деп сөйлеседі дейді. Менің заңгермен сөйлесіңдер, мен араласпаймын деген сияқты. Кинолардан көреміз ғой сондай. Мен су білмеймін дейді шығар. Менің адвокатым бар ғой деген сияқты. Адвокатыммен сөйлесіңдер деген сияқты. Сондай кезде, Енді бүгінгі матч туралы барлығын айтқан сияқтымыз. Енді Ақтөбенің келесі матчы сырт алаңда, Петропавловскта өте қиын сапар. Жергілікті Қызылжар командасымен ойнаймыз сырт алаңда. Сырт алаң деген кезде көңіл күйіме шамалы түсіп кетеді, себебі сырт алаңда Ақтөбе өкінішке қарай ақ қызылдардың қолдауынсыз қалай бір жақсы деңгейде ойнай алмай жатады әдетте. Сондықтан да шамалы алаңдаушылықпен қараймыз үнемі сырттағы ойындарға. Бізде көбінесе барамыз ғой енді сапарға, ТКБ-мен болсын, басқамен болсын, клубпен болсын барамыз. Көбінесе ұтылып қайтқанда шынымен көңіл күйің кетеді. Өзің де білесің ғой, мысалы жылдың басынан бері Алматыға бардық, Астанаға бардық. 2 күн 3 полкіде салбырап қайтасың. Жеңіліп қалса шынымен көңіл күйің түседі, неге келдім деген сияқты. Бірақ оның өзі де үлкен тәжірибе.
Енді сол Қызылжар туралы не ойлайсыңдар? Мен бастасам бола ма? Потому что Қызылжардың бас бапкері Виталий Леонидович Жуковский. Иә. Заруцкий дейін деп отырмын. Біздің подкастты қарайды қарамайды білмеймін, бірақ қараса Виталий Леонидович, вам салам алейкум большой. Өздеріңіз білесіздер, мен уже 2 жыл болды қақсап жүргеніме. Бұл тренерді Ақтөбеге әкелсе қалай болады деген сияқты. Өйткені келген жеріне, келген тоже результат береді. Қазір Қызылжарға келді, 2 ойын, тобылмен ничья, қызыл карточка алып қалып. И бүгін тағы да қызыл карточка алып қалып, Жетісуды қонақта 2-1 жеңді. 2 ойын, 2 қызыл қағаз, бірақ 4 ұпай. Сондай келіп, здесь и сейчас результат беретін тренер, сондықтан өте қызық ойын болады шығар деп ойлаймын. Келесі ойында Виталий Леонидович сүрінеді деген үміттемін, сүрінсін, бұйыртса Ақтөбе жеңсін деген сияқты. Қалай болады деп ойлайсың жалпы ойын? Ойын Жасанды алаң, Қарасай стадионы. Жасанды алаң, иә, жасанды алаң, состав Алтай емес бұл. Абекенді жұлып алып кетті сезонның ортасында Қайсардан. Қайсар төлей алмаған ақшаны төлеп. Сосын жаңа кім Бугре деген нападающий бар. Францияда доп тепкен. Жаңа сборный Фарердің нападающий бар. Оңай болмайды. Ол матчқа дейін Черевченко мүмкін уже приступит своим обязанностям. Бұл матчта менің ойымша сол 3 қорғаушы ғой, кімнің ойына в основном Жуковскийдің, иә, контратакамен. Білмеймін енді, қиын болып тұр маған қазір айтуға. Менің ойымша тең нәтиже болса, Тең нәтиже қазір келмейтін сияқты Ақтөбеге. Қазір келмейді, иә, бірақ міндетті түрде жеңіске жету керек, мына неде жоғары үздік ең болмаса төрттікте. Иә, бірақ ол ойынға біз забываем, біздің Луиш Нани қосылады, Альварес қосылады, как обнулиться, карточка жоқ. Ерлан температурасы басылады. Иә, Ерлан температурасы басылады. Мүмкін Желковичпен контракт үзіп, Оджо қосылады. Біраз күшейеміз, сондықтан әбден шанс бар. Учитывая эти факторы, жеңіске жетуге болады деп ойлаймын өз басым. Сен Нұреке қалай ойлайсың? Әрине қиын ойын болады, ол бір. Себебі сағат 6-та қателеспесем ойын. Искусственный поляда. Сол жақта да қазір күн ыстық дейді, иә? Күн ыстық, расымен Қызылжарда біздің орталық стадион үсті жауылмаған. Сондықтан да жасанды алаң. Өте біздің футболшылар өте ыңғайсыз ғой негізі. Алдында да Алтаймен ойнағанда да біраз Медина Жалбыров та айтты ғой, расымен аяғымыз талып қалды, ойыншыларымыз өте қиын деп. Сондықтан да Ордесті Бугреге жауға керек ойыншы. Бугре өте мықты ойыншы. Маған өте ұнады. Қазір де ұнап жүр. Өте шабуылшы, кәдімгідей таранный ойыншы. Сол ойыншы жабса, бәлкім Ақтөбе жеңеді деп ойлаймын бұл ойында. Өзі басым, сенем. Себебі бүкіл құрам қазір бәрі енді. Ешқандай Ақтөбеде проблема жоқ. Ең басы 3 ұпай алып кету. 1-0 болсын, 2-0 болсын. Кез келген жеңіс бізде. Әрине, жеңіс бізге керек. Қандай 1-0 болсын, 2-1 болсын, сондықтан өз басым Ақтөбеге сенем. Құрам бар. Әрине қиын ой бар. Жуковский қазір фавориттер өте мықты ойнайды. Әрине, бәлкім Сергей Кан мырза бәлкім командасын айту мүмкін. Жігіттер давайте 3-4 премия берем. Жеңсеңдер. Тренинг. Әбселямов бар ғой. Әбселямовтың менеджментін бәріміз білеміз. Латифи бар, мысалы Балканис өте мықты. Бұны Жетісу ойын қарадым, жезі Ақтөбе ойын басыламай тұрып. Жетісуды біраз шайқайды Латифи. Сондықтан да оң жақ қапталға Таңжарыққа тапсырамыз. Басқа амал жоқ. Оңай болмайды, бірақ жеңіске жету керек. Әрине, жеңіске жету керек. Жуковскийді мақтап жатсыңдар ғой, жігіттер. Мен Жуковскиймен қызметтес болғам былтыр Атырауда. Жуковский Виталий Леонидович. Тілімізді бұрматылып отыр, сағат 12-ден кетті. Кешірім сұрайым. Леонидович келіп Атырауда вылеттен құтқарып қалған былтыр Атырауда. Сондықтан да Жуковский Тұранды да, Атырауда да өзінің жақсы қырынан көрсеткен бапкер. Шынымен де өте қиын сапар, бірақ жеңіске жетеді деп сенеміз, үміттенеміз. Қызылжар
крепкий орешек, себебі біз Қобыландыда оларды ұта алмағанбыз 0-0 есебімен. Жанкүйерлердің естерінде болса 0-0 есебімен тең тарқасқанбыз. Ол кезде тіпті Жуковский емес, Мелис Чурчич болған. Бізге де ыңғайсыз бапкерлердің бірі. Қызылжармен 0-0 ойнап, Тарковичтің арқасында тырнақшаның ішінде ұпай жоғалтқан едік. Енді Петропавловскке барып жеңіске жетеміз деген сенімдеміз. Енді біздің уақытымызда таяп қалған екен, жігіттер. Енді бүгінгі матч жеңіспен аяқталды. Сосын жаңа үзілісте Айрес деген біздің жергілікті рэпер келіп ән салды, түрлі белсенділіктер болды. Стадион айналасында матчдай жақсы ұйымдастырылған, соны да жоғары атап өткім келеді. Ақтөбе тарапына, себебі бізде көп жанкүйерлер қазір мына Ордабасыға, басқа Қайратқа қарап айтатын болған, Ақтөбеде ешнәрсе жоқ, жанкүйерлерге ешнәрсе істелмейді деп. Соның барлығына құлақ асып, қазір Ақтөбе футбол клубы әншілерді де шақырып жатыр. Келесі жаңағы Чемпиондар лигасының, қыздар Чемпиондар лигасының матчына Аршат деген тағы да бір жергілікті орындаушы келеді. Сондықтан да 4 және 7 тамыз арасында өтетін қыздар арасындағы Чемпиондар лигасының ойындарына шақырамыз. 4 тамыз күні Ақтөбемен бір даблик біздің орталық стадионда өтеді. Яндекс Афиша сайтынан билеттерді сатып ала аласыздар. Құрметті жанкүйерлер, және оған дейін 28 шілде күні келесі аптада бірер күннен кейін Ақтөбе қыздар командасы өз алаңында Қобыланды стадионында Павлодар Ертіспен ойнайды. Оған да билеттер сатылатын болады. Яндекс Афишада сатылатын болады. Ол билет сатылымынан түскен қаражатты Ақтөбе футбол клубы қайырымдылыққа жұмсағысы келіп отыр 100%. Бізде Анелина деген біздің жанкүйеріміз бар. Сол Анелинаның Түркиядағы еміне толығымен жұмсалатын болады. Сондықтан да жанкүйерлерді мен осы таңда қазір шақырам. 28 шілде күні Ақтөбе Ертіс арулар матчына келіп, қолдап, біздің Анелина атты жанкүйеріміздің еміне көмегіне атсалысайық. Құрметті жанкүйерлер. Осымен енді жігіттер, приятное с полезным совместить. Біздің ТКВ подкастымызды тәмамдаймыз. Біздің уақытымызда таяп қалған екен. Тағы да бір мәрте жеңіспен баршаңызды құттықтаймыз. ТКВ подкастының бұл 19 саны болды. Біздің YouTube арнамызға тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, дизлайк қойыңыздар. Әйтеуір бізді қалай болсын, біздің подкастымызды істеп жатқан жұмысымызды құрметті жанкүйерлер қолдап кетіңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз бізді одан әрі қарай жұмыс жасауға шабыттандырады. Қош аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше.